Сәлем баршаңызға, сіздерді арнамда көргеніме қуаныштымын. Сіздермен Ариана, ал ендеше бүгін рассыпчатый, дәміне сөз жоқ, ерекше песочный самсаны бірге әзірлейтін боламыз. Қажетті ингредиенттерді описание бөлімінен толық көре аласыздар. Видеомды соңына дейін қарап, арнама жаңадан келген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бисмилля деп, ең алдымен електен өткізіп, алдын ала дайындап алған ұнымызға үккіштің көмегімен бөлме температурасындағы сары майымызды үгітіп аламыз. Содан соң жұмыртқамызды салып, үстінен салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, ерітіп қоспамыздың үстінен құятын боламыз. Сөйтіп, 2 қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Жұмсақтау, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болады. Қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа салмасын дайындап болғанға дейін салып қоятын боламыз. Мен салмасын дайындап болдым. Енді бізге таразы қажет болады. Қамырымызды таразының көмегімен ұсақ бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен әр бөлікті 40 граммнан бөліп алдым. 30-дан аса самсамыздың қамыры шықты. Енді бөліктерге бөлген қамырымызды орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып болғаннан соң, ішіне салмасын салып шығатын боламыз. Салмасына мен асқабақ, фарш, пияз, дәміне қарай тұз бен бұрыш қостым. Сіздер де өз қалауларыңызша салмасын өзгертсеңіздер болады. Енді самсамызды түйетін боламыз. Мен видеодағыдай өзіме ұнайтын пішінде түйіп шығатын боламын. Әрқайсыңыз өздеріңізге ыңғайлы пішінде де түйсеңіздер болады. Содан соң қалыбымызға пергаментімізді төсеп, түйілген самсаларымызды орналастыратын боламыз. Самсаларымызды орналастырып болғаннан соң, үстінен жұмыртқамызды жағып, кунжутымызды сеуіп әсемдеп, толық қызып тұрған пешімізде 35-40 минутта толықтай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне менің үгітілмелі сочный самсаларым пісіп шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, арнама жаңадан келген болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыз. Алда дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.